Сәлем. Бүгін биологиядағы ең маңызды екі процесс митоз және мейоз тақырыбын түсіндіретін боламын. Атаулары күрделі естілгенімен, мәні өте қарапайым. Клетка біздің кішкентай фабрикамыз секілді. Ол өзін көбейте алады. Митоз дәл көшірмесін жасау, ал мейоз жартылай хромосомамен жаңа клеткалар жасау. Бәрін түсінікті етіп түсіндіріп беретін боламын. Ең алдымен митоз дегеніміз не? Митоз ол клетканың екі бірдей клеткаға бөлінуі. Бұл фотокөшірме жасау сияқты. Түпнұсқа бар және соған дәл сәйкес көшірме пайда болады. Митоз не үшін қажет? Ағзаның өсуі үшін, терінің жаңаруы үшін, жараның жазылуы және қан жасушаларының түзілуі үшін өте маңызды. Митоз қалай жүреді? Митоз бірнеше кезеңнен тұрады. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза және цитокинез. Профаза бұл хромосомалар көріне бастайды, клетка дайындалатын процесс. Ал метафаза хромосомалар клетканың ортасына қатар тұрып жиналатын кезең. Анафаза хромосомалар екі жаққа ажырайтын, ал телофаза жаңа ядролар түзілетін кезең. Ал цитокинез болса, барлығын аяқтайтын, клетка екі бөлікке бөлінетін кезең болып табылады. Митоздың нәтижесінде бір клеткадан екі клетка пайда болады. Хромосома саны өзгермейді. Мысалы, адамда 46 хромосома бар болса, митоздан кейінде екі клеткада 46-дан болады. Бұл процесс ағзада күнде, минут сайын, секунд сайын жүріп тұрады. Келесі мейоз дегеніміз не? Мейоз ол тек жыныс жасушаларын, яғни жұмыртқа және сперматозоид түзу үшін қажет процесс. Мейоздың басты мақсаты хромосома санын екі есе азайту. Өйткені екі жыныс жасушасы қосылғанда, немесе ұрықтану кезеңінде олардың хромосомалары бірігеді. Ал егер жыныс жасушалар жартылай болмаса, біз әр ұрпақ сайын екі есе көп хромосомамен туылатын едік. Ал мейоз қалай өтеді? Мейоз бізде екі бөлімнен тұрады десек болады. Бірінші мейоз кезеңінде жұп хромосомалары бір-бірімен бөліктер алмасады, яғни генетикалық әртүрлілік пайда болады. Жұптар екі клеткаға ажырайды, ал екінші мейоз кезеңінде осы екі клетка тағы да бөлінеді. Нәтижесінде бір клеткадан 4 клетка пайда болады. Бір жаңа клеткадан 4 жаңа жасуша пайда болады. Әр қайсысында хромосома саны екі есе азайған. Мысалы, адамда 46 хромосомадан жаңа 4 жасушада 23 хромосомадан болады. Сондықтан әр адам ерекше, тіпті туған бауырлардың өздері бір-біріне ұқсамайды. Себебі мейоз процесі әрдайым жаңа комбинациялар құрады. Қысқаша айтқанда, митоз бұл ағзаның өсуі мен жасушаларды жаңарту процесі. Ал мейоз жыныс жасушаларының түзілуі және генетикалық әртүрлілік. Егер биологиядан тағы да басқа тақырыптарға осындай видео мәтін қажет болса, айтыңыздар, мен сіздерге түсіндіріп беремін. Назарларыңызға рахмет, қолдауларыңызды күтемін.